Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай миксерсіз пирог дайындаймыз, яғни 3 жұмыртқадан тұратын. 3 жұмыртқамызды шағып дайындап аламыз. Балалар да жақсы көреді, әрі таңғы астарыңызға немесе бестің шайіне осы пирогты дайындап шаймен ішсеңіздер, жесеңіздер болады. Сүт керек бізге 200 граммдай, қант, май және разрыхитель ғана керек. Үйдегі бар заттармен дайындалатын пирог керемет көтеріліп шығады. Қантты қосып, барлығын жақсылап араластырып, енді сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне осы қосқышымызды қосамыз. Разрыхительді кішкене 1,5 қасықтай жақсылап араластырып, осы сұйық массамызға ұнды қосып, жақсылап бір массаға келгенше жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Осылай бір массаға келу керек, қараңыздар. Қатты қою қылып жібермеңіздер, себебі қою болып кетсе жөндеп көтерілмей қалады ортасы. Осылай салып, енді пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді шығады. Негізі үнемі осы сүтпен осы пирогты мен жасап жүремін. Өзіңізде сүт болса болғаны, кейде 2 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Осылай болып пісіп шықты, қараңыздар. Менде градусы жөндеп қойылмай қалды, бірақ сонда да керемет болып шыққан. Бетіне сахарный пудра, шоколад сепсеңіз де, шоколадты ерітіп құйсаңыз да болады. Өте бір ерекше дәмді болып шығады. Негізі бұл пирог оңай, әрі үйдегі бар заттармен, қолжетімді заттармен дайындалады. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Осылай дайындап, менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан керемет болып шығатын болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп подписацияны басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымнан керемет қолжетімді рецепттермен пайдалы лайфхактарды таба аласыздар. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Менің каналымды қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға, барлықтарыңызға алғысымды айтамын. Рахмет.